Ассалаумағалейкум. Еліміздің бас арнасының тікелей эфирінде түскі жаңалықтар. Студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Жаңа жылдан бастап Қазақстан соттары жаңаша жұмыс істеуге кірісті. Арнайы қабылданған заңдар шеңберінде. Енді судьялар медиаторлар қызметін атқарып, араздасқан тараптарды сотқа жеткізбей татуластыра алады. Сондай-ақ Қазақстан судьялары істерді бұрынғыдай 5 күнтізбелік күн ішінде емес, 5 жұмыс күн аралығында қарайды. Әрі сот отырыстарына бұрынғы 7 күннің орнына 15 күн дайындалатын болады. Сот реформасының тағы бір маңызды тұсы бар. Сот төрелігі бұрынғы 5 сатылы жүйеден 3 буынды жүйеге ауысады. Саладағы осы және өзгеде түбегейлі өзгерістер елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ұлт жоспары қазақстандық арманға бастайтын жол атты мақаласында егжей-тегжейлі жазылған. Қазақстан соттарын реформалаудағы темірқазық мәселе сапалы судьялар корпусын жасақтау. Судьялыққа кандидаттарды іріктеудің қатаң тетігі мен оларға қойылатын жоғары біліктілік талаптары заң тұрғысынан қарастырылған. Сот залдары сот істерін аудио және видео жазудың аппаратураларымен жарақтандырылады. Екіншіден, жоғарғы сот жанынан дауларды, оның ішінде әрі инвесторлар қатысатын дауларды қарау үшін мамандандырылған алқа құрылатын болады. Оның шеңберінде шетел инвесторларының құқығын өздерінде туындаған құқықтық даулар бойынша сапалы әрі әділ шешу жүзеге асырылады делінген президент мақаласында. Сот саласындағы бұл реформалар әуелі халықтың мүддесін қорғауға бағытталған. Аймақтарда еңбек етіп жүрген судьялардың ортақ пікірі осыған саяды. Қанат Базылхан жалғастырады. Қазақстанның сот жүйесі тұтас алғанда азаматтардың құқықтары мен бостандығының қорғалуын толық қамтамасыз етіп отыр. Әрі бұрынғыдай көпшіліктің сотқа жүгініп, тез арада жауап алуына мол мүмкіндік жасалған. Бұл ақмолалық судьялардың пікірі. Сот саласындағы жаңа реформа біраз жылдардан бері жүргізіліп келе жатқан жүйелі жұмыстардың жемісі дейді сала мамандары. Принято 59 законов. Елімізде соңғы кезде 59 жаңа заң жобасы қабылданды. Олар осы қаңтар айының бірінен қолданысқа еніп те кетті. Мұның барлығы ел игілігі мен ондағы азаматтардың құқығын қорғауға бағытталған. Әрі сот жүйесі тұрғындарға едәуір қолжетімді бола бастады. Соңғы кезде елбасы судьялардың біліктілігін, олардың кандидатурасы жайлы басым айтып жүр. Яғни сот жүйесінде жұмыс істеген адам ғана судья бола алуы тиіс. Маңғыстаулық мамандар сот жүйесін реформалау уақыт талабы дейді. Халықтың сотқа деген сенімін жоғалтпау керек. Сондықтан судьяға үміткерлерді қатаң іріктеуден өткізу бүгінгі күні кезек күттірмейтін мәселе дейді елбасы мақаласымен танысқан маңғыстаулық соттар. Была опубликована статья. Елбасының соттарға қатысты айтқан талаптарының көпшілігі біртіндеп орындалуда. Сот ісінің ашықтығы үшін қазір дыбыстық және бейнежазба құралдарын орнату бірізге түскен. Ол шешімді объективті түрде қабылдауға мүмкіндік береді. Ал қылмыстық істерді қарайтын судья ретінде айтсам, қылмыстық іс жүргізу кезіндегі айыптау мен қорғау арасындағы тепе-теңдік сақталуы тиіс деген тұжырымды құптаймын. 5 сатылы жүйеден 3 буынды жүйеге көшу тиімді болмақ дейді сала мамандары. Судьяларды іріктеп, тағайындаудың ашық түрде өтуі аймақтағы соттардың беделін арттыратыны анық. Аймақ тілшілерінің көмегімен Қанат Базылхан, хабар. Осы жылдан бастап еліміздің барлық аймақтарында қоғамдық кеңестер құрылады. Яғни дала өркениетінің шежіресінде қалыптасқан ақсақалдар кеңесінің қызметі заманға сай жанданып, қолданысқа енгізіледі. Бұл жаңалықта елбасының мақаласында көрініс тапқан. Кеңестер құрамы квоталық қағидат бойынша құрылады. Мүшелерінің басым бөлігін халық өкілдері құрауы тиіс. Сондай-ақ кеңес құрамының басында мемлекеттік қызметте жұмыс жасамайтын белгілі қоғам қайраткерлері болуы керек. Жүктелетін негізгі міндет қоғамдық бақылаудың жаңа тиімді жолдарын табу. Олар заңнамаларда жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеп, мемлекеттік органдарға жеткізіп отырады. Кеңестер ұйғарған байлам, шығарған шешімдер тек ұсыныс сипатында қалып қоймайды. Мемлекеттік органдар оларды қарап, тиісті қорытынды шығаруға міндетті болады. Ал ақтаулықтардың бұл бағытта жинаған тәп-тәуір тәжірибесі бар. Облыс әкімі жанынан ашылған қоғамдық бірлестік қазірден жұмыс істеп тұр. Әу баста ардагерлер кеңесі ретінде құрылған ұйым қарт жандарға қамқорлық көрсетіп келеді. Мәселен, жаңа жыл алдында Бейнеу ауданында тұратын Ұлы Отан соғысы ардагерінің кезектен тыс баспана кілтін алуына тікелей атсалысты. Екінші топ мүгедегінің бірнеше ай күткен жәрдемақысын алуына көмегін тигізді. Тізе берсеңіз жалғаса береді. Ақтаулықтар енді қоғамдық кеңестердің тұтастай ел бойынша құрылуы игі істердің көп жасалуына сеп болады деген пікірде. Баулыбай, Құлтымаев дейтін бір кісі жас 90 келіп қалған, көзі көрмейді. Сол ақша сала алмай жүрген зейнеткерлік ақшасын. Соған қайтадан есептетіп, орындарға барып қайтадан есептетіп, 10 мың теңге қосып бердік ай сайын. Бұл бізге өзі, меніңше бұл үлкен көмек деп ойлаймын. Елбасының бүгінгі сөзіне көп рахмет. Одан да бұрын біз ақсақалдар келсе көмегіміз тигізіп тұрдық. Себебі біздің жұмысымыздың осындай.
Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Солтүстік Кореяның сутегі бомбасын сынақтан өткізуіне байланысты шұғыл жиын өткізді. ТАСС агенттігінің хабарлауынша басқосу жабық форматта болған. Күн тәртібінде Пхеньянның іс-әрекетіне қарсы қандай шаралар қолданылатындығы қаралды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун шұғыл отырысқа дейін өз кеңесшілерімен жеке бас қосты. Бас хатшы сынақтың Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қарарларына сәйкес келмейтіндігін айтып, Пхеньяннан ядролық әрекеттерді тоқтатуды талап етті. Естеріңізге сала кетейік, кеше Солтүстік Корея сутегі бомбасын сынақтан сәтті өткізгені туралы мәлімдеме жасаған болатын. Жаһанға жария етілген бұл хабарда ақш-тың салқын саясаты тыйылмайынша Корея Халық Демократиялық Республикасының ядролық бағдарламалардан бас тартпайтын айтылған. Мәлімдеменің ізін ала бірнеше елдің басшылары Пхеньянның бұл әрекетін қатаң сынға алды. Бұл тізімде біздің елде бар. Корея Халық Демократиялық Республикасы мәлімдеген жерасты ядролық сынағы барлығымызды алаңдатады. Бұл әрекет қауіпсіздік кеңесінің бірнеше қарарына қарама-қайшы. Сондай-ақ бұл сынақ халықаралық ядролық сынақ жөніндегі ережелерге сай емес. Мен Корея Халық Демократиялық Республикасының ядролық әрекеттерін тоқтатуды талап етемін. Үлкен ел, үлкен отбасы. Ақтөбеде осындай атаумен ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған Қазақстан Халқы Ассамблеясының республикалық жалпыұлттық жобасы басталды. 4000-нан астам адам қатысқан ауқымды шара барысында ел дамуының барлық кезеңдері қамтылған, театрландырылған қойылым көрсетілді. Мерейлі мерекеге 343 күн қалғаны онлайн жүйесінде бейнеленіп, тарихи күнге дейінгі кері қарай есептеу сәттері сағат тілімен көпшілік назарына ұсынылды. Сондай-ақ салтанатты шара аясында Қазақстанның 25 жылдығы жеткен жетістіктерін насихаттауға арналған үгіт пойызы құрылды. Оның құрамында медицина мамандары, заңгерлер мен кәсіпкерлікті қолдау қорының өкілдері бар. Олар шалғай жатқан ауылдарды аралап, халықтың түрлі сауалдарына жауап береді. Мерекелік шара еліміздің барлық аймағында жалғасын табады. Үгіт насихат тобының негізгі мақсаты әрбір елді мекендерге барып алыстағы осы біздің Қазақстанның тәуелсіздіктің 25 жылда жеткен табыстарын, жетістіктерін насихаттау, оны көрсету, сосын халыққа сол жерде қызмет көрсету. Осы тәуелсіз елімізде білім алып, қызмет жасап жатқаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі шара мен үшін патриоттық мәні бар деп білемін. Елімізді сүюге, отанымызды құрметтеуге көптеген тәрбиелік мәні бар. Бүгін әлемдегі барлық православ христиандары Рождество мерекесін атап өтуде. Қазақстан адамзатты мейірімділікке шақыратын, сүйіспеншілік пен рақымшылыққа баулайтын барлық діндерге бірдей құрметпен қарайды. Рождество мерекесінде 40 күндік дін ұстанымдары аяқталып, православ шіркеулерінде рождестволық рәсімдер жасалады. Христиан дінін ұстанушылар бұл күнді ұлықтап, бір-біріне сүйіспеншілік пен бейбіт өмір тілейді. Биыл дін ерасында Қазақстан православ шіркеуінің басшысы Астана және Қазақстан митрополиті Александр Алматыдағы Вознесенск кафедральды соборында өткізді. Айта кетейік, 2007 жылдан бері елімізде Құрбан айт пен православ рождествосы ресми түрде аталып келеді. Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 96 бабына сәйкес Құрбан айт және Рождество діни мерекелері ресми мерекелерге жатпайды, бірақ демалыс күндері болып саналады. Особый день, который мы называем днем. Бүгін Құдайдың сүйіспеншілігіне бөленетін ерекше күн. Бұл қасиетті мереке әр адамның жан дүниесіне тыныштық, әр отбасына мейірім, мемлекетке, әлемге бейбітшілік әкелсін. Бұл күні әр адам жақсылық жасап, ізгілікті іс атқарғаны абзал. Әзірге айтарымыз осы, кешкі жаңалықтарымыз 16:00-де.